Сәлем баршаңызға, бүгін бефстроганов тамағын дайындайтын боламыз. Құрамы экранда көрсетілген. Сиыр етін алып, ұзынша етіп турап шығамыз. Жақсылап жұқалап тураймыз. Одан кейін қазанды қыздырып, ішіне етті саламыз. Өзінің суында кішкене бұқтырамыз. Қазанымыздың астын, яғни отты барынша үлкейтеміз. Қатты қызған қазанның ішінде етті қуырып, үстіне тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. Еттерді аударып, қуырып, одан кейін жуаны жұқалап тұрап дайындаймыз. Туралған жуаны жұқалап етіп, қазанымызға аударамыз. Одан кейін тартылған май етке сіңіп кеткеннен кейін тағы 2 қасық су майдан қосып араластырамыз. Одан кейін қуырылған подливымызға кішкене майонез қосамыз, яғни 2 ас қасық. 2 ас қасық майонез аз көрсеңіз, тағы 1 ас қасық қоссаңыз болады. Майда қуырылып жатқан еттің үстіне 2 кесе қайнатылған суды құйып араластырамыз. Бұл уақытта бір қайнағаннан кейін газдың астын баяу отқа қоямыз. Баяу отта 1 сағат ет қайнау керек. Енді келесі кезек бізде гарнирге гречка дайындаймыз. Гречкамызды жақсылап жуып, 2 кесе гречкаға 3 кесе су құйып, кастрюляның ішінде қайнатамыз және тұз салуды ұмытпаймыз. Біздің дайын болған бефстроганов тамағымыз гарнирі гречка. Және үстіне сметана салсаңыз болады.